Сәлем достар, сіздер Тілеуімбер Жинашынардың арнасындасыздар. Бүгінгі видеода бауырдан рулет жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сиырдың бауыры, сұйық май, 2 тіс сарымсақ, ірімшік, пияз, сәбіз, 2 жұмыртқа, ұн және сүт, майонез керек болады. Қажетті заттардың мөлшерін экранның бетінде және описанияда қалдырдым. Бауырдың сыртындағы пленкасынан әдемілеп тазартып, ұсақ бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Жалпы жылқының да, қойдың да бауырынан дайындауға болады. Жеке өз басыма сиырдың бауырынан жасаған өте ұнайды. Мінекей сонымен блендерға саламыз. Және бір пиязымызды ұсақтап турап, блендерге бауырдың үстіне салып, екеуін бірге блендерлейтін боламыз. Блендерлеп алған бауыр мен пиязымызды ыдысымызға төңкеріп аламыз. Енді осыған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Және бөлме температурасындағы 200 грамм сүтімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз, мінекей. Және бұрышымыз бен тұзымызды дәміне қарай қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 100 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Осының үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды қосып алатын боламыз, мінекей. Қоспамызды әбден араластырып, ішіндегі салмасын дайындап алғанша қоя тұрамыз. Әзірге пиязымызды әдемілеп, ұсақтап турап аламыз. Мінекей, енді сәбізімізді ең жіңішке үккіштен өткіземіз. Кейін екінші дысымызға 2 тіс сарымсағымызды ең кішкентай үккіштен өткіземіз. Сол сарымсақтың үстіне 100 грамм қатты ірімшігімізді өткізіп алатын боламыз. Мінекей. Сонымен барлық қоспаларымыз дайын болды. Табамызды отқа қыздырып, блиныларымызды әдемілеп қуырып алатын боламыз. Мінекей, осындай сұйықтықта болу керек. Ең алдымен табаға майды құйып, ортасындағы салмасын әбден қуырып, суытуға жіберетін боламыз. Табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз да, пиязымызды әбден алтын түске боялғанша, жұмсарғанша қуыратын боламыз. Мінекей, дайын болған пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып та тағы да қуырамыз. Қуырылған пияз бен сәбіздің үстіне тұз, бұрышымызды дәміне қарай салатын боламыз. Салмамызды суытуға жібереміз. Табамызды әбден қыздырып, бір-бір ожаудан осы блинчиктарымызды салып қуырып бастаймыз. Мінекей, қоспамызды әрдайым араластырып отыруға ұмытпаңыз. Табаға құйған блинчигіміздің үсті ағарып, осылай тесіктер пайда болған кезде екінші жағын аударатын боламыз қазір. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, міне осындай тесіктер пайда болғанда дайын болды деген сөз. Мінекей, екінші жағын аударып пісіреміз. Дәл осы мөлшердегі қоспадан 10 дана блинчик шығады. Келесі қоспамыз үккіштен өткен сарымсақ пен жаңағы ірімшігімізге 100 грамм майонезімізді қосып, әбден араластыратын боламыз. Мінекей. Ендігі бізде блинчиктарымызды рет-ретімен жағып жинайтын боламыз. Міне блинчигімізді қойдық. Бірінші ірімшіктен жасалған салмамызды әдемілеп жағып шығатын боламыз. Мінекей. Және осының үстіне екінші салмамыз пияз бен сәбізімізді шанышқының көмегімен жағып шығамыз. Әдемілеп жағып алғаннан кейін қысыңқырап орап шығатын боламыз. Әдемілеп, мінекей, қазір қатты қысыңқырап
бос емес болу керек. Сонан кейін былай қиғаштап, әдемілеп турап, мінекей қоятын боламыз. Міне, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай әртүрлі етіп, осылай турап шықсаңыздар болады. Достар, алдағы уақытта әдемі рецепттермен бөлісетін боламын. Оларды жоғалтып алмау үшін тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.